Баршаңызға тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге осындай қалдық жіптерден әдемі слетик тоқып алуға болатын үлгілерді көрсетемін. Бұндай қалдық жіптер әрбір тоқымашта болады. Ешқайда жетпейді, кішкене қалдық жіптер. Және кейбіреуі жіңішке, кейбіреуі жуан болып келеді. Мысалы, мына жіп. Қарайтын болсақ, бұл жіңішке жіп. Ал мына меланж жіп, бұл жуандау, орташа жуандықтағы жіп. Енді мысалы осы жіппен мына жіпті қабаттайтын болсақ, тура осындай жіп шығады. Өстіп полоскамен тоқуға болады. Осы слетикті алатын болсақ, бұл да қалдық жіптерден тоқылды. Резинасы және алды бір түсті жіппен тоқылды, одан кейін қай жіп көп, содан табаны және жаны тоқылды. Егер бұндай жіп аз болса, тура осылай бір жіппен тоқып, бір түсті жіппен, одан кейін табанын басқа жіппен тоқуға болады. Сол кезде мына қалдық жіптердің бары ысырап болмай іске асып, және әдемі бұйым тоқып аласыз. Бұл слетикте осылай қалдық жіптен тоқылды. Табанымен қалың жіптен тоқыдым, екі қабаттап. Одан кейін жанынан ілмектер алып, тура сондай жуандықта бұл жерде екі жіп қабаттасқан, бұл жерде жасыл жіппен ақ жіп қабаттасқан. Екеуі де жіңішке. Сонда тура осындай қалыңдық жуандықтағы жіп шықты. Және де осы қалдық меланж жіп, бұл да жіңішке болады. Мен бұны жіңішке ақ жіп қосып тоқыдым. Бұл слетиктің тоқылуы өте оңай. Осы жерден бастап тоқылып, өкшесі тоқылып, табаны бірінші тоқылады, одан кейін шетінен ілмектер іліп алып, жаны тоқылып, одан кейін тура осылай алды тоқылады. Енді бұл слетиктің тоқылу әдісі көпшілік тоқымашы қыздар біледі. Бұл слетик тоқудың ең оңай жолы. Және де бір слетик осыған ұқсас. Бұл да осылай табанынан бастап тоқылады. Бұл мына слетикпен айырмашылығы, бұл слетикте біз қанша ілмектен бастасақ, мысалы бұл жерде 24 ілмектен бастайтын болсақ, тура осылай қайтадан екі шетіне 8 ілмек іліп алып, 24 ілмекке жеткізіп тоқимыз. Ал енді мына үлгіде 2 ілмекке артық ілеміз. Мысалы 24 ілмек болса, бұл жерден тағы да бір ілмек алып, 26 ілмектен тоқимыз. Өйткені бұл жерде жаны тоқылмайды. Ал мына слетикте осылай жаны жеке тоқылған. Сол үшін біз табанын аз ілмектен тоқыдық. Ал бұл жерде керісінше 2 ілмектен артық тоқимыз да, одан кейін бірден алдын тоқимыз. Бұл слетикке қарайтын болсақ, бұл слетиктің алды табаны, біз осылай табанынан қысқарттық қой, 9 ілмекке дейін қысқарттық. 9 ілмекке дейін қысқартып, одан кейін екі шетінен 4 ілмек және ортадан 3 ілмектен қысқартып отырамыз. Ол 9 ілмек көбеймейді, азаймайды, өйткені біз шеттен 1 ілмек қосып алып отырамыз. Осылай қарайтын болсақ, 1 ілмектен қосып алып отырамыз. Алды 9 ілмектен тоқылды. Тоқылу өте оңай. Бұл слетиктің тоқылу әдісі осы арнада бар. Бұл осы слетиктерге бүгін сіздерге жалпы шолу жасайын дедім. Осы слетиктердің негізі осы табандары осылай жеке тоқылған жақсы. Өйткені мына табан жыртылған кезде, енді көбінде бізде табан ғана жыртылады ғой, ешқашан слетиктің беттері жыртылмайды. Табан жыртылады. Табан жыртылған кезде осы қай жерден қысқарттық, мысалы соңында біз артын қосып жаптық, осы жерден қайтадан ашамыздағы жыртылған табанды осылай кесіп алып тастаймыз. Кескенде өте мына соңғы сызық бұған жақындатпай, осы жерден кесеміз. Осылай кесіп алып тастаймыз да, жіптерді суырып отыратын болсақ, бұл жерден бізге қайтадан ілмектер пайда болады. Сол жинап алған ілмектерімізді қайтадан бізге өткізіп аламыздағы, ары қарай табанды тоқи береміз. Табанды тоқып, бұл слетикті қайтадан жаңартып аламыз.
Ол жыртылған кезде тастай салуға болмайды, қайтадан жаңартып алсаңыздар болады. Өстіп әдемі слетиктер тоқып алуға болады. Бұл слетиктердің барлығы 2 бізбен ғана тоқылды. Осылай 2 бізбен ғана тоқылады. Мысалы мен табан дос жіптен тоқитын болсам, бұл жіпке осындай жіңішке жіпті қосып жіберуге болады. Енді бұл екі жағына да жету керек. Сондықтан бұны мен 2-ке бөліп аламын. 2-ке бөліп аламын дағы бір жағын оң жағына, бір жағын сол жағына келтіремін. Және де менде міне тура осындай жіңішке мынандай жіп бар. Міне осы жіпті де мысалы 2-ге бөлемін дағы, ары қарай осы жіпті қосып тоқи беремін. Сол секілді сіздерде осындай жіңішке жіптеріңізді қайта жіберуді білмей жүрсеңіздер, тура осылай слетиктер тоқып алыңыздар. Енді қалдық осындай бір жіптер болады. Не көп емес, не аз емес. Бірақ ештеңе тоқуға жетпейді. Осы жіптерді алдын тоқсаңыздар, слетиктің әдемі шығады. Және бұл жерге жіп өте көп кетпейді. Бұл өйткені 9-ақ ілмектен тоқылады. 9 ілмекке көп жіп кетпейді. Және де бұл бірыңғай оң ілмектер. Узормен тоққан кезде жіп көбірек кетеді, ал узорсыз осылай оң теріс ілмектермен тоққан кезде жіп көп жұмсалмайды. Осылай әдемі слетиктер тоқып алсаңыздар болады. Видео пайдалы болса, лайк басып, арнаға тіркеліп отырыңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.